Барлығыңызға сәлем. Бүгін бізде Чужой Ромул фильмі. Фильм ғарышта Нострома кемесінің үнсіз қалқып жүрген көрініспен басталады. Уалент-Ютани корпорациясының зонды кеменің қалдықтарын анықтап, одан бір үлгіні алып кетеді. Ғалымдар тобы кейіннен ксеноморфтың яғни бөгде тіршілік иесінің қалдықтарын тауып, оны әрі қарай зерттеу үшін зертханаға жеткізеді. Осы уақытта Джексон жұлдызындағы Таукен колониясында жетім қыз Рейн Карадайн жасанды серігімен Андимен бірге жұмыс істейді. Энди ақаулы андроид, бірақ Рейн оны ағасы ретінде көреді. Рейн келісімшарттан құтылғысы келеді, алайда оның мерзімі тағы 6 жылға ұзартылғанын біледі. Ол бейшара күйде тұрып, бұзақы балалардың Эндиге шабуыл жасағанын көреді. Содан кейін оны жөндеуге мәжбүр болады. Көп ұзамай Рейн бұрынғы жігіті Тайлерден видео хабарлама алады. Тайлер Энди екеуін құпия тапсырмаға шақырады. Рейн мен Энди Тайлердің базасына келеді. Онда олар оның экипажымен танысады. Тайлердің қарындасы Кей, олардың туысы Бдорн және экипаждың ұшқышы әрі Бдорнның сүйіктісі Навар. Топтың жоспары қаңырап қалған Уалент-Ютани кемесіне жасырын еніп, криостазис капсулаларын ұрлау. Бұл капсулалар оларға 9 жылдық сапарды қауіпсіз еңсеріп, Эвага ғаламшарына жетуге мүмкіндік береді. Олар Эндиге арнайы мұқтаж, өйткені Уалент-Ютани жасаған, оның моделі кеменің терминалына кіруге мүмкіндік береді. Рейн бұл миссияға қосылуға асықпайды, өйткені оның салдары ауыр болуы мүмкін деп қорқады. Және Энди қандайда бір қауіпті нәрсе үшін пайдаланылуы мүмкін деп алаңдайды. Алайда Тайлер оны көндіреді. 6 адамнан тұратын топ Корбелин атты Таукен кемесіне мініп, Джексон жұлдызына қарай бағыт алады. Олар күнге барынша жақындап, содан кейін өздерінің межелі жеріне 2 бөлікке бөлінген қаңырап қалған станцияға, яғни Ромулус және Ремусқа жетеді. Тайлер, Энди және Бдорн криостазис капсулаларын іздеуге аттанады. Ал Рейн экипажда қалған Кейге қарайласып қалады. Кей өзін нашар сезінуде, жүрегі айнып, әлсізденіп кеткен. Көп ұзамай Рейн оның жүкті екенін байқайды. Бірақ Кей бұл туралы Тайлерге айтқысы келмейтінін жеткізіп, Рейннен бұл сырды сақтауды сұрайды. Осы уақытта капсулаларды іздеу барысында Бдорн Эндиге деген өшпенділігін көрсетеді. Кейінірек Наварро Рейнге Борнның ашуының себебін түсіндіреді, оның анасы Таукен апатында қаза тапқан. Сол кезде бір синтетик 12 кеншіні құтқару үшін Борнның анасын және 2 басқа адамды құрбан ету туралы шешім қабылдаған. Содан бері Бдорн барлық андроидтерді жек көреді. Тайлер, Бдорн және Энди криостазис капсулаларына жеткенде, олардың тек 5-еуі ғана бар екенін анықтайды. Мәселе мынада, Энди бастапқы жоспарға кірмеген, өйткені корпорация ережелері бойынша синтетиктердің Эвагаға сапар шегуіне тыйым салынған. Бұған қоса, олар криостазис жағдайында жанармайдың бар жоғы 3 жылға ғана жететінін анықтайды. Бұл олардың сапарына қажетті уақыттан әлдеқайда. Іздеуді жалғастыра отырып, топ зертхананы тауып алады. Осы сәтте Бдорн абайсызда алып шұңқырға құлап кете жаздайды. Бірақ Энди оны құтқарып қалады. Олар сонымен қатар бір синтетиктің тек үстіңгі жартысы ғана қалғанын байқайды. Алға жылжыған сайын, кенет кемеде дабыл қағылып, есіктер автоматты түрде жабылып, олар бір бөлмеде қамалып қалады. Осы уақытта жақын маңдағы мұзға қатып қалған физхакгерлер, яғни бетжабыстар ери бастайды. Рейн мен Наварро Кейді демалуға қалдырып, қалған экипажға көмектесу үшін жолға шығады. Жолда олар зақымданған синтетикті кездестіреді. Ол бір сәтке қайтаске қосылып, кейін Рейн оның модулін алып тастайды. Бұл модульді Эндиге орнату арқылы оны жөндеуді жоспарлайды. Тайлер жаңа модульді орнатады. Нәтижесінде Энди қайта жүктеледі. Осы уақытта ерген физхакгерлер кенеттен тіріліп, топқа шабуыл жасай бастайды. Біреуі Бдорнға жабыса жаздайды. Рейн есікті ашу үшін жұмыс істеп жатқанда, толық іске қосылған Энди Тайлерді физхакгерден құтқарып қалады. Топ бөлмеден қашып үлгереді, бірақ физхакгерлер оларды керемет жылдамдықпен қуып келеді. Экипаж есікті жауып үлгереді, бірақ Наварро шабуылға ұшырайды. Бір физхакгер оның бетіне жабысып кетеді. Экипаж Наварроны құтқару үшін жанталасып жатқанда, Энди қайта іске қосылады. Бірақ енді ол бұрынғыдан өзгеше Уалент-Ютаниге толықтай берілген корпорацияның бұйрықтарын орындауға бағытталған. Наварроға көмектесу үшін экипаж өлі синтетикті Рукты қайта жандандырады. Оянған Рук олардың жағдайының үмітсіз екенін және жақын арада ксеноморфпен бетпе-бет келетінін хабарлайды. Рук топқа Ностромо кемесіне шабуыл жасаған ксеноморфтың мәйітін көрсетеді. Бұл дәл Рипли ғарышқа шығарып жіберген тіршілік иесі еді. Ол Ромулус экипажы бұл ксеноморфтың әлі тірі екенін анықтағанда қырылып қалғанын түсіндіреді. Ақыры олар оны атып өлтіргенімен, оның күш-қыл қаны кеменің қалдықтарын жойып жіберген. Рейн Наварроның бетіне жабысып қалған физхакгердің құйрығын мұздату арқылы оны алып тастауға болатынын ұсынады. Бұл әдіс сәтті іске асады және Наварро есін жинайды. Бірақ Рук оның әлі де қауіпті екенін ескертеді. Бдорн мен Наварро Корбелинге қашуға тырысады. Бірақ Наварро өзін жайсыз сезіне бастайды. Ол рентген сәулелі фонарды қолданады және ішінен честпастердің, яғни кеуде жарып шығатын паразиттің өсіп жатқанын көреді. Бұл көрініске Кейде куә болады. Наварро кенеттен жерге құлап, аузынан көбік ағып,
қатты қиналады. Осы сәтте Честбастер оның кеудесінен жарып шығады. Оны сол жерде өлтіреді. Қорқыныштан есінен танған Кей бұл көрініске куә болып қалады. Өлер алдында Наварро кездейсоқ тұтқаға соққы беріп, нәтижесінде Корбелин кемесі Ромулустың ангар бөлігін соғып, станцияны бақылаусыз қозғалысқа түсіреді. Енді станция Джексон жұлдызының астероид белдеуіне қарай құлдилап барады. Ал соқтық суға дейін 1 сағаттан аз уақыт қалған. Осы уақытта Рейн мен Тайлер ангарға қарай бағыт алады. Ал Рук Эндиге олардың миссиясы және пайдаланылған синтетиктердің тағдыры туралы айтады. Көп ұзамай Энди қайтадан оларға қосылады. Ал топ ксеноморфтардың оларды анықтауын қиындату үшін станцияның температурасын көтеруге тырысады. Ангарға кіргенде олар Ромулус экипажының мәйіттерін табады. Осы сәтте Кей мен Бдорн қашу жолын іздеуде. Алайда Наварродан шыққан ксеноморфпен бетпе-бет келеді. Бдорн оны электр шоқпарымен ұруға тырысады. Бірақ жарақаттанған тіршілік иесінен қышқыл қан төгіліп, Бдорнды тірідей күйдіріп жібереді. Оның денесі біртіндеп еріп, азаппен қаза табады. Кей есін жиып Тайлермен байланысады, ал ксеноморф оның соңынан қуа жөнеледі. Кей ангардан шығып, басқаларға қосылуға үлгереді. Бірақ Энди ксеноморфтың оларды алдау арқылы есікті ашқызуға тырысып жатқанын байқайды. Егер олар есікті ашса, бәрі қырылады. Сондықтан Энди Кейге көмектесуден бас тартады. Олардың арасындағы дау барысында Рейн байқаусызда Кейдің жүкті екенін айтып қояды. Бұл жаңалықты Тайлер де естіп қалады. Осы сәтте ксеноморф Кейді бас салып, оны сүйреп алып кетеді. Қатты ашуланған Рейн Эндиге шапалақ тартып жібереді. Бірақ ашуы бірден өкінішке ұласады. Энди енді тек Уолент Ютани миссиясына назар аударады және Рейн мен Тайлерді зертханаға алып барады. Онда олар адам мен бөгде тіршілік иесінің дін қоспасынан тұратын Прометей штамын табады. Рук оларға эксперимент видеосын көрсетеді. Бастапқыда бір егеу құйрыққа бұл қоспаны енгізгенде ол сауыққандай көрінеді. Энди Рейн мен Тайлерге М41 импульстік винтовкаларын беріп, оларды ксеноморфтерден қорғануға дайындайды. Алайда олар видеоны соңына дейін көрмей қалады. Экранда егеу құйрықтың қорқынышты мутацияға ұшырағаны көрсетіледі. Ол ксеноморф пен гибридке айналып, ақыры жан түршігерлік тіршілік иесіне трансформацияланады. Үшеуі дәлізі арқылы қозғалып келе жатқанда, олар Кейдің какан ішінде қамалып қалғанын көреді. Ол есінен танып қалған, бірақ Тайлер оны құтқару үшін Прометей штамын енгізбек болады, бірақ Рейн оны тоқтатады. Олар Кейді көтеріп кемеге жеткізуге тырысады, бірақ кенет ксеноморф шабуыл жасап, Тайлерді қиырғымен түйреп өтеді. Содан кейін оның екінші аузы Тайлердің басын тесіп өтіп, оны сол жерде өлтіреді. Рейн Кейге қашуға көмектеседі, оған кемеге жетуді бұйырып, өзі Эндиге қайта оралады. Алайда Рейн кеткен соң, Кейдің үлгісін өзіне енгізеді. Рейн Эндиге жетіп, оның модулін алып тастайды. Оны өз қалпына қайтарушы. Алайда Рук олардың қашу әрекеті бекер екенін ескертеді. Үміттері үзіле бастағанда Рейн ойлап тапқан жоспар бәрін өзгертуі мүмкін. Ол кеменің гравитациясын өшіріп, жақындап келе жатқан ксеноморфтар тобын залалсыздандырма. Гравитация сөнген сәтте ксеноморфтар ауада қалықтай бастайды. Рейн винтовкасынан оқ жаудырып, олардың көзін жояды. Бірақ олардың қышқыл қаны кеңістікте қауіпті түрде таралады. Рейн қышқылға қарай баяу сырғып барады. Бірақ винтовканың кері тебу күшін пайдаланып, өзін қауіпсіз жерге итеріп үлгереді. Рейн мен Энди лифтке секіріп үлгереді. Дәл осы сәтте гравитация қайта қосылып, Рейн төменге құлап кетеді. Басты ксеноморф оны құйрығымен ұстап алады. Бірақ Энди Тайлердің винтовкасымен жетіп келеді. Және одан аулақ кет, иттің күшік сөздерін айта отырып, беймәлім тіршілік иесін атып өлтіреді де Рейнді құтқарып қалады. Рейн мен Энди Кеймен бірге Корбелинге оралады. Дәл осы уақытта Ромулус астероид белдеуіне құлдилап кетеді. Рук Эндиге соңғы рет корпорацияның бұйрығын орындап, үлгіні алып кетуді ұсынады. Бірақ Энди оны елемейді. Рук кемемен бірге жойылып кетеді. Рейн Кейді криокапсулаға орналастырып, олар Ивагаға қарай аттанады. Алайда Кейдің өмірлік көрсеткіштері нашарлай бастайды. Өйткені енгізілген дыңқ оның жүктілігіне әсер етеді. Оның іші тез өсіп, ол ауыр әрі азапты босану процесін бастан өткереді. Рейн оған көмектесіп, адам ксеноморф гибриді өсіп жатқан жұмыртқа тәрізді капсуланы алып шығады. Алайда қышқыл қан капсуланы торлардан өткізіп жіберіп, оны көзден таса қылады. Рейн қарулануға кеткенде, қайтып келгенде Кейдің көкірегінен қорқынышты тіршілік иесі тамақтанып жатқанын көреді. Жаңа туған гибрид толығымен жетілген. Және ол инженерлерге ұқсас формаға ие болған. Кей сол жерде өледі. Жаңа туған гибрид Эндиді ауыр зақымдайды. Кеменің температурасы күрт төмендей бастайды. Ал Рейн ғарыш костюмін киіп, жүк капсуласын кемеден ажыратуға тырысады. Себебі гибридтің тууы салдарынан болған зақымдар кемені астероид белдеуіне тартып бара жатыр. Рейн капсуланы ажырату үшін тетіктерді тарта бастайды. Бірақ осы сәтте гибрид шабуыл жасайды. Олар кемеден сыртқа ұшып кетті. Екеуі де аман қалу үшін жанталаса жармасады. Рейн қауіпсіздік белдігін пайдаланып, соңғы тетікті тартады. Осылайша жүк капсуласы мен гибрид астероид белдеуіне жіберіліп, жойылып кетеді. Рейн ауыр жараланған Эндиді
криокапсулаға орналастырады. Өзі де строзға түспес бұр. Соңғы борт журналының жазбасын қалдырады. Ол Ивагада не күтіп тұрғанын білмейді. Бірақ қандай қауіп болса да, оған төтеп беруге дайын.